Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun biz 1-Mavsum balalar kunini arnab o'z balamizga Nutella pastasidan osындай ерекше сыйлық жасайтын bo'lamiz. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: қара түсті және розовый болмаса қызыл түсті фетр. Болмаса сіздерде қағаз болса, қағаздан жасасаңыздар болады. Ең алдымен қара түсті фетрімізді қақпағын және сыртындағы нутелла пастасының қағазын өлшеп, ұзынша қиып алатын боламыз. Және екі шеңбер қиып аламыз Микки Маустың құлағын жасау үшін. Және розовый түсті жылтырақ фоамираннан бабочканың суретін қиып алатын боламыз. Бантик, яғни бантиктің суретін. Енді барлығын құрастырамыз. Ең бірінші жалпақ фетрімізді ыстық клейдің көмегімен нутелланың сыртын қағазын жабу үшін қолданып, барлығын жабатын боламыз. Сіздерде фетр болмаса, үйде қандай заттар бар, солардан құрастырып, осындай әдемі ерекше сыйлық жасасаңыз болады. Мен үйде қара түсті фетр болғандықтан қара түсті қолдандым. Және қақпағының жиегінде осылай қара түсті фетрмен жабатын боламыз. Енді қақпағының жоғарғы жағын тағы да қара түсті дөңгелек фетрмен жабатын боламыз. Енді екі дөңгелек шеңбердің астына қайшымен сызық түсіріп, осылай бір-біріне қарама-қарсы етіп ыстық клей арқылы жабыстырып, екі құлақты бейнесін шығарып алып, екі құлағын жабыстыратын боламыз. Осылай етіп ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Енді құлағымыз қақиып тұру үшін ортасын ыстық клей арқылы екі құлақтың ортасын тағы да бекітетін боламыз. Және розовыйдан қиып алған бантигімізді екі құлағымыздың ортасына жабыстыратын боламыз. Енді әрі қарай сәндеу үшін жылтырақ фоамиранымыздан қақпағының жиегіне және нутелламыздың сыртына баламыздың бас әрпін жазып, болмаса гүлдер, болмаса басқа әдемілік үшін жабыстыратын боламыз. Осындай әдемі ерекше сыйлық пайда